Баршаңызға сәлем достар, каналыма қош келдіңіздер. Өте дәмді қаттама дайындайтын боламыз. Видеоны соңына дейін қараңыз. Алдымен шұңғыл ыдысымызды қойып, газды салқын суымызды құямыз. 1 шай қасық тұз, 1 жұмыртқамызды салып араластырамыз. Тұзымыз ерігеннен кейін ұн салып қамырымызды илейміз. Рецепте сіздерге 1 килограмм ұн деп жазамын, жұмыртқаның көлеміне байланысты плюс-минус 100 грамм ұн ойнайды. Қамырымыз қатты тастай болып иленеді, одан қорықпаймыз. Дайын болған қамырды пакетке салып, жарты сағатқа қойып қоямыз. Жарты сағаттан соң қамырды алып, 3 бөлікке бөліп, бір қайтарып, бетін жауып, тағы 15 минутқа қоямыз. Әбден июі қанған қамырмен біртіндеп алып жұмыс жасаймыз. Қамырды кәдімгі еттің жаймасы сияқты жайып аламыз. Осы орайда 72% маргарин немесе сары майымызды ерітіп, суытып дайындап аламыз. Көк пиязымызды жуып тазалап, майдалап, турап аламыз. Жайылған қамырға майымызды жағып, туралған көк пиязымызды сеуіп аламыз. Оқтаумен қайта орап, пышағымызбен кесеміз. 4 бөлікке бөліп, видеодағыдай орап, тарелкаға салып, 10 минутқа холодильникке салып қоямыз. 10 минут өткеннен соң алып жаямыз. Қалған 2 қамырымызды дәл осылай жасап аламыз. Біткен жерлерін қаттырақ басып жібереміз. Осылай домалатып, айналдыра жаямыз. Қамырымызды айналдыра жайып алған соң, дайын болғанда 2 бетін қызартып, видеодағыдай пісіріп аламыз. Сіздерге видео ұнаса лайк басып, каналға тіркелеміз.